Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тоқты белгісінде туылған көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздерге арнап бүгін шілде айына астрологиялық жұлдызнама жасайтын боламын. Ең бірінші тоқталатын мәселе бұл сіздердің асцендент белгілеріңізде. Оны әр видеоларымда айтамын. Асценденттеріңізді міндетті түрде 50-50 қараңыздар осы жұлдызнамаларымды қараған кезде. Өйткені асцендент белгісі көбінесе 30 жастан кейін тура келіп жатады. Енді ең бірінші тоқталатын мәселе бұл Меркурий планетасы осы айдың 3 күні 5-ші домдарыңызға кіретін болады. Және ол арыстан белгісіне кіреді. Енді Меркурий планетасы 5-ші домға кірген кезде сіздің барлық ойыңыз қыдыру, демалу деген сияқты бағытқа бағытталатын болады. Жалпы Меркурий 5-ші домда болғанда өте бір творческий сондай периодтардың бірі деп айтсақ болады. Осы кез өте бір романтикалық кездердің бірі деп айтамыз. Өйткені 5-ші дом бұл сіздің махаббатыңыз, сіздің жақсы көретін адамыңызға жауап береді. Сондықтан осы кезде сіздің жақсы көретін адамыңыз немесе өзіңіздің махаббатыңызды жолықтырып, сол адаммен көп сөйлесу, жазу, жаңағыдай социальный сетьта сөйлесу, немесе бетпе-бет жүздесіп көп сөйлесулер болуы мүмкін. Яғни танысу периоды болуы да мүмкін. Енді әр адамда әртүрлі болады. Және де осы жерде Меркурий планетасы Юпитермен секстиль деген аспект жасайтын болады. Бұл өте сондай керемет аспекттардың бірі. Сіздерде жаңағы көп мүмкіндіктер болады. Танысуға болсын, қыдыруға болсын, Меркурий бойынша саяхаттап келуге, алыс шақ емес, жақын жерлерге саяхаттап келуге, немесе Меркурий мен жалпы Юпитер планетасы екеуі де бізде 9-3-ші домға жауап береді. Бұл оқу, білім алу, адамның өзінің жаңағы кругозорын кеңейтуге жауап береді екен. Сондықтан осы периодта оқу, бір нәрсе үйрену дегенге мүмкіндіктеріңіз өте жоғары болады. Одан кейін 6-сы күні жаңадан ай туатын болады. Жаңа ай туған кезде айтам, бір жаңа энергия бөлінеді деп. Осы жаңа ай туған кезде адам өте энергичный болады. Адам осы кезде бір нәрсе жасағысы келіп, творить еткісі келеді да адам осы кезде. Енді бұл жаңа ай сіздердің 4-ші секторларыңызда толатын болады және шаян белгісінде толады. Бұл шаян белгісі деген сондай үйдің домашний дейді ғой, сондай белгілердің бірі. Сондықтан 4-ші домда шаян белгісінің өзінің дом болғандықтан бұл жерде көбінесе сіздің көзқарасыңыз, сіздің ойыңыздың барлығы сіздің отбасыңызға бағытталатын болады. Бұл сіздің өзіңіздің отбасыңыз, бала-шағаңыз, әйеліңіз, күйеуіңіз немесе сіздің әке-шешеңізбен байланысты отбасыңыз болуы да мүмкін. Жалпы осы жерде сіздер өзіңіздің отбасыңызда қандай да бір жаңа қадамдар жасайсыздар. Мысалы, сіздер бірінші рет өзіңіздің отбасыңызбен бірге саяхаттайсыз, немесе сіз осы кезде бірінші рет отбасыңызбен бірге үйіңізге жаңа бір тәртіп орнатасыз. Сондай бір мәселелер болуы мүмкін. Немесе отбасыңызбен бірге жаңағыдай үйде жөндеу жұмыстары деген сияқты, немесе жаңа бір пәтерге көшу деген сияқты сондай біріккен совместный дейді, сондай бір шешімдер жасауыңыз мүмкін. Одан кейін Венера планетасы 11-не дейін осы айдың сіздердің 4-ші секторларыңызда болады. Венера бойынша өзіңіздің осы кездегі істеп жатқан, жаңағы отбасыңызбен бірге жасаған жұмыстарыңыз өзіңізге ұнайтын болады. Яғни сізге қандай да бір жақсы әсер, жақсы бір көңіл күй алып келетін болады жасаған жұмыстарыңыз. Одан кейін 11-нен кейін Венера 12-ші домға кіреді. Арыстан белгісіне кіреді. Бұл енді романтикалық периодтардың бірі. Сондықтан бұл жерде үй, жұмыс мәселелерін барлығын бітіріп тастап, сіз өзіңіздің жеке басыңызға кірісетін боласыз. Одан кейін 14 мен 15 күні напряженный тау квадрат деген аспект болады. Енді бұл жерде 11-ші, 8-ші және 6-шы секторларыңыз әрекетке түскендіктен бұл жерде напряженияның барлығы, конфликттің барлығы сіздің достарыңызбен болуы мүмкін. Немесе сондай бір группа адамдар, көпшілік адамға сіз жалғыз қарсы шығуыңыз мүмкін. Басқа адамның көпшіліктің ойымен келіспей қарсы шығу деген сияқты сіздерде сол мәселесіне қандай да бір конфликтный ситуациялар болуы мүмкін. Одан кейін сіздің жаңа конфликттарыңыз эмоционалды тұрғыдан
ұлғая беретін болады. Өйткені бұл жерде ай планетасы бар. Ай планетасы бұл сіздің эмоцияңыз. Сондықтан осындай бір эмоциональный ситуацияларды сезетін болсаңыз, әсіресе сіз сезуіңіз керек. Өйткені бұл жерде шыңында ай планетасы тұрғандықтан сіз өте сезімтал боласыз. Осындай бір ситуацияны сезетін болсаңыз, бірден ондай ситуациядан алшақтап кетуіңіз керек. Бірден соған баспен кіріп кетіп, сонымен шешемін деудің қажеті жоқ бұл жерде. Ол напряжение болады, бекер сіздер ұрсасыздар, бекер өзіңіздің эмоционалдық поляңызды құртасыз және өзіңіздің көңіл күйіңізді құртасыз. Егер сіздер сондай ситуациядан алшақ болсаңыздар, ол ситуация өзімен өзі шешіліп, бір ағынға келетін болады. Сондықтан бұл жерде сіздердің қатысыңыз міндетті емес. Одан кейін 18 мен 28 аралығында Меркурий планетасы мен Уранның арасында квадрат деген аспект болады. Бұл да напряженный аспект. Бұл жерде 2-5 секторларыңыз әрекетке түскендіктен ақша мәселесінде қандай да бір напряжение болуы мүмкін. Жалпы сіз той-томалаққа немесе қыдыруға көп ақша жұмсап қоюыңыз мүмкін. Шамадан тыс немесе артық, жоспарда жоқ сияқты бір шығындар болуы мүмкін. Сол мәселесінде сіздерде кішкене напряжение болуы мүмкін. Енді кейбір адамдар бұл кезде той жасауы мүмкін, қандай да бір қонақ, той-томалақ деген сияқты болуы мүмкін. Одан кейін 20 күні Марс планетасы 3-ші секторларыңызға кіретін болады. Енді Марс планетасы егіздер белгісіне кіреді және 3-ші сектор бұл егіздер белгісінің секторы. Бұл жерде көп қозғалыс болады, көп әрекет болады сіздерде. Көбінесе осы кезде сіздер бір нәрсені оқып көріп, ұнамай қалып, екіншісін оқып көру деген сияқты бір тамтықсыздық болуы мүмкін адамда осы кезде. Сондықтан бұл жерде міндеттісі өзіңізге керек нәрсені таңдап ала білуіңіз керек осы жерде. Өйткені егіздер белгісі болғандықтан және Марс планетасы болғандықтан өте ұшқалақ болуыңыз мүмкін, қызба болуыңыз мүмкін, ананы бір көріп, мынаны бір көріп деген сияқты. Сондықтан бұл жерде өзіңізге керек нәрсені көп заттың ішінен талдап алу да бір өнер осы кезде. Одан кейін 21 күні ай толатын болады. Ай сіздердің 10-шы секторларыңызда Тауешкі белгісінде толады. Енді Тауешкі белгісі дегеніміз өте бір сондай жауапкершілікті белгілердің бірі. Естеріңізде болса, алдыңғы айда да бізде Тауешкі белгісінде толған болатын ай. Мен телеграм каналымда да осы туралы подкаст жазған болатынмын. Енді бұл өте сирек кездесетін құбылыс. Бір белгіде 2 ай қатарымен айдың толуы. Тауешкі белгісі дегеніміз бұл структура, құрылым, жауапкершілік. Жалпы осы 2 айдың қатарымен осы Тауешкі белгісінде туылуы, жаңағы подкастымда айтып кеткен Плутон планетасының ең соңғы градусында жүргені қазір ретро болып Тауешкі белгісінің соңғы градусында жүр. Енді ол осы жылдың аяғында 11-ші айда, қараша айында суқойғыш белгісіне мықтап кіретін болады. Одан кейін ол жерден шықпайды. 20 жыл бойы сол жерде болады. Енді бұның барлығы Тауешкі белгісінде жүргені және осы айдың толуының да Тауешкі белгісінде болып жатқанның себебі бұл бұрынғы құрылым, бұрынғы структураны артта қалдыру керек. Сол жерде бітпей жатқан мәселелердің барлығын аяқтау керек, бітіру керек деген мәселе. Мысалы, сіздің 10-шы секторыңызда болып жатыр. Яғни сіздің 10-шы сектор бойынша қандай да бір бітіретін мәселелеріңіз бар осы айдың аяғында. Яғни осы жылы деп айтайын, жаңа Плутон планетасы 11-ші айда шығады деп айтып жатырмын. Осы жылы сіздің жұмысыңызға, карьераңызға байланысты, сіздің мансабыңызға байланысты бір шешім жасайтын боласыз, нақты шешім. Жалпы сіздің қазіргі істеп жүрген жұмысыңыз, қазіргі істеп жүрген тірлігіңіз өзіңізге келе ме? Жалпы осыдан бір нәрсе шыға ма? Соған көбірек анализ, синтез жасауыңыз керек. Егер болмайтын нәрсеге жабысып алып, ұстанып алып, жібере алмай жүрсеңіз, ол мәселені ойлануыңыз керек. Яғни ештеңке шықпайтын, жібере алмайтын нәрсені бәрін жіберу керек. 90% адам жібере алмайды, көп нәрсені жібере алмайды. Мысалы, адамдарға айтамыз ғой, ескі киімі болсын, адамның мысалы алсақ бір дүние болсын,
үй болсын, адам комфортқа кіріп алады. О комфорттан адамды шығару өте қиын. Сондықтан сол мәселесіне көбірек ойланыңыз. Қазіргі жұмысыңыз, мансабыңыз, карьераңыз туралы сізге көбірек ойлану керек. Өйткені сіздерде ай осы 10-шы домда толып жатыр. Сондықтан осы туралы көбірек ойлаңыздар. Мысалы, тоқтылар бізде бір нәрсеге қадалып алады, сол нәрсені істеймін деп қаза береді. Былайша айтқанда, тоқтылар, олар алдында не бар, оларға қызық емес, оларға сол процесс қызық, осыны істеймін деген процесс қызық. Сондықтан тоқты белгісіне айтарым, міндетті түрде тоқтаңыздар. Тоқтап, жан жақтарыңызға қарап, анализ жасап, қалай келе жатырмын, қалай жүріп бара жатырмын, дұрыс па, мына бағытым қалай, бұл маған келе ма, менің жаныма жақын ба бұл жұмыс деген сияқты міндетті түрде ойланыңыздар. Тоқты белгісінің сондай бір қасиеті бар, ойланбайды, алдыға қарай жүре береді, бәрін сүзіп қайтпас қайсарлықтары бар да. Сондықтан осы мәселесінде көбірек ойланыңыздар. Одан кейін 27-сі күні Меркурий планетасы 6-шы секторларыңызға кіретін болады. Бикеш белгісіне кіреді. Енді 6-шы сектор бұл сіздің жұмысыңыз, сіздің денсаулығыңыз бойынша қандай да бір мәселелер болуы мүмкін, емханаға жүгінуіңіз мүмкін, және ең бастысы бұл сіздің жұмысыңыз, күнделікті істейтін жұмысыңыз. Осы кезде сіздер бәлкім бағанағы толған ай бойынша бір шешімге келіп, өзіңіздің өміріңізді именно жұмыс жағын сіздер ретке келтіре бастайсыздар. Өздеріңізге ұнайтын бағытқа қарай көше бастауыңыз мүмкін. Өздеріңіздің жұмысыңызды қолдарыңызға алуыңыз мүмкін. Міне достар, сіздерге арналған шілде айына астрологиялық жұлдызнамам осындай. Міндетті түрде анализ жасаңыздар, ойланыңыздар, қандай бағытта жүріп келе жатқандарыңызды синтездеңіздер міндетті түрде. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.